Сәлем достар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін сіздермен тағы да Феруза апайларыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз галоген алкандардың орын басу реакциялары. Жай реакциялар емес, нуклеофилді орын басу реакциялары. Бүгінгі тақырыпты жақсы түсінемін десеңіздер, біздің бұдан алдыңғы видеомыз электрофил не, нуклеофил не сол туралы болған. Оны сіздер Феруза апаймен химия онлайн Феруза апаймен каналдан YouTube арқылы көрсеңіздер болады. Олай болса бүгінгі сабақты бастайық. Қадірлі оқушылар, демек нуклеофилді орын басу реакцияларын SN1, SN2 деп белгілейміз. SN1 дегеніміз орын басу 1 нуклеофил, SN2 деген орын басу 2 нуклеофил. Бұл тақырыпты түсіну үшін біз сіздермен галоген алкандардың 3 түрімен танысайық. Біріншілік галоген алкандар. Олар қандай болады? Хлор молекуласы, хлор атомы дейміз. Бір көршісі бар көміртекте орналасқан болады. Оны біріншілік галоген алкан деп атаймыз. Ал енді хлор бізде екі көршісі бар көміртекте орналасқан болса, онда екіншілік галоген алкан деп атаймыз. Бұл хлор демек біріншіде шетте тұрады десек болады. Ал екіншілік галоген алканда хлор көбінесе шетте емес, екінші тұрған көміртекте орналасады десек, тағы да түсінікті болады. Ал енді үшіншілік галоген алканды жазып жіберейік. Ол үшіншілік галоген алканда хлор үш көршісі бар көміртекте орналасқан болады. Демек біз сіздермен біріншілік, екіншілік, үшіншілік галоген алкандарды біліп алдық. Қадірлі оқушылар, демек галоген алкандардың құрылысына байланысты SN1 немесе SN2 реакция жүреді. Біз сіздермен қазір оны біргелікте көретін боламыз. Демек, біріншілік галоген алкандарда бізде SN2 жүреді, үшіншілік галоген алкандарда SN1, ал екіншілік галоген алкандарда екеуі де жүреді. SN1, SN2 дегеніміз не? Орын басу бір нуклеофилді агент бойынша, орын басу екі нуклеофилді агенттің қатысуымен, немесе екі нуклеофилді реагенттің қатысуымен. Қадірлі оқушылар, тағы бұл термин галоген алкандардың дегеннен бөлек мынандай сөзде кеп қалуы мүмкін, синоним болып галоген алкан немесе галоген алкил деп. Сіз олардың бір зат екенін түсінулеріңіз керек. Сондай кеп қалса, уайымдап кетпеңіздер. Галоген алкан, галоген алкил деп те атау мүмкін екен. Ал енді сіздермен біз SN1 және SN2 реакцияларын мысалдармен және стадиялармен қарастырамыз. Қадірлі оқушылар, демек біз қазір сіздермен біргелікте сатылармен, механизмі тағы да мысалдармен SN1 реакцияларын көрейік. Және орын басу бір нуклеофилді реактив бойынша, бір нуклеофилді агент бойынша баратын реакциялар. Бұндай SN1 реакциясына бағана сіздерге айтып кеттім, екіншілік көміртек атомыда тұрған хлор, яғни екіншілік галоген алкан екеуінде де жүреді деп. Сол себепті қазір соған мысал көреміз. SN1 екі сатымен жүреді, екі сатыда жүреді. Бірінші сатыда карбкатион түзіледі. Ал екінші сатыда нуклеофилді шабуыл іске асады және өнім түзіледі. Оны нуклеофил атакасы деп атайды, немесе нуклеофилді шабуыл деп те атайды. Бұнда бізде өнім түзіледі. Нуклеофилді шабуыл кезінде карбкатионға нуклеофил келіп орнын алады. Хлордың немесе бромдың, йодтың, бір сөзбен айтқанда, бір нуклеофилдің орнын екінші нуклеофил алады. Сондықтан да нуклеофилді орын басу деп аталады. Нақты мысал жазайық. Екі хлор пропан. Бұл жерде электрондардың ығысуы, перераспределение дейміз, іске асады, қадірлі оқушылар. Және хлор атомының электртерістілігі жоғары, сондықтан да хлор атомыға электрондар ағымы жөнеледі. Және хлор бізде частично минус болып қалады. Ал қалған біздегі радикал болса, плюс зарядталады, частично плюс зарядталады. Сол нуклеофилдің әсерімен, соның қатысымен тағы бұл жағдай күшейіп, бізде хлор бөлініп шығып кетеді және карбкатион түзіледі.
Бұл біздегі жоғарыда айтылған бірінші саты. Ал енді бұл тағы қадірлі оқушылар, әрқайсының аттары бар, сол аттармен танысайық. Демек, галоген алканды субстрат деп атайды. Субстрат. Қайта айтыңыздар, жаңа сөз. Ал бізде нуклеофилді агентті NU деп белгілейміз. Нуклеофилді агент, нуклеофилді реагент деген сөздер қолданылады. Сосын бізде карбкатион түзілді, оң зарядталған, және бөлініп шығып кеткен хлор ионы бізде нуклеофуг деп аталады. Түсінікті ғой, субстракт, нуклеофил, карбкатион және нуклеофуг. Бұл жерде қадірлі оқушылар, әрқайсының аттары сіздерге кішкене күрделі көрінуі мүмкін, бірақ 5-6 рет қайталап жіберсеңіздер, ол сіздер үшін түсінікті болып қалады. Демек, субстрат, нуклеофил, карбкатион және нуклеофуг. Бүгін жаңа сөздер үйрендік, Енді екінші сатыда біздегі түзілген карбкатионымызға нуклеофилді шабуыл іске асады. Ол оң зарядталған болғандықтан, ал нуклеофиліміз теріс зарядты болғандықтан, әрине ол келіп сол карбкатионға орын басу реакциясына түсті және хлордың орнына орналасты. Және бізде өнім 2 пропанол түзілді. 2 хлор пропаннан 2 пропанол түзілді. Түсінікті ғой, Енді біз сіздермен SN1 реакцияларын көретін боламыз. SN2 кешіріңіздер. SN2 деп неліктен айтылады? Орын басу 2 нуклеофил бойынша дегені. Сол себепті бұл жерде 2 нуклеофил бір мезетте, бір кезде қатысады. Бірақ бұл реакция бір сатыда жүреді. SN1 2 сатыда жүрді, ал SN2 реакциясы бір сатыда жүреді. Демек, бізде тағы электрондардың перераспределениясы болып, хлорға электрондар ығысып жатыр. Нәтижесінде бағанағыдай хлор частично минус, ал қалған радикал болса частично плюс зарядталады. Нәтижесінде сол частично плюс зарядталған көміртекке мына жерде хлор атомы тұра береді, тағы оған OH-та барып комплекс түзеді. Бұл комплекстің аталуы аралық комплекс деп аталады, немесе белсенді комплекс деп аталады. Байқаған болсаңыздар, мына жерде 2 нуклеофилімізді бір затта тұр. OH та тұр, хлор да тұр. Сол себепті бұл реакция SN2 немесе 2 нуклеофилді агент бір кезде комплекстің құрамында тұрған үшін солай аталады. Түсінікті ғой, Бірақ дегенмен бұнда саты жоқ. Жалғасы бұл аралық комплексіміз ыдырап кетеді және бізде өнім түзіледі. Өнімде әрине бізде екінші жағдайға OH келіп, не түзеді екен? 2 пропанол. 2 хлор пропандан 2 пропанол түзілді. Сабағымыз аяқталды. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы бір рет жазып қояйын. Галоген алкан субстрат деп аталады, агентіміз нуклеофил деп аталады. Түзілген затымыз аралық комплекс, белсенді комплекс, ал өніміміз 2 пропанол және нуклеофил хлор бөлініп шығып кетті. Келесі сабақта көріскенге дейін сау болыңыздар, қадірлі оқушылар.